Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін синнабоны булочкасын жасайтын боламыз. Өте дәмді, күшті болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін сүтімізді жылытып алып, оның үстіне шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып араластырғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды, яғни дрожжымызды салып араластырамыз. Және оның үстіне кішкене ұнымызды салып, тоже араластырып, оны бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Яғни апарасын жасап қоямыз. Ол көтеріліп бұршығаннан кейін барып, ұнымызды дайындап аламыз. Дайындап алған ұнымыздың үстіне жаңағы апарамызды қоямыз, содан кейін ертілген майымызды қоямыз және осыларды жақсылап араластырып илейміз. Илеп қойғаннан кейін бетін қатты илеудің қажеті жоқ. Бетін жауып, тағы көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген нанымызды осылай жұп-жұмсақ болып тұрады. Ыдысымыздан жерге түсіріп алып, ешқандай қозғаусыз осылай жайып аламыз. Қатты қалың немесе жұқа қылудың қажеті жоқ. 7 немесе 8 мм қалыңдық жарайды. Жазып дайындап алған нанымыздың үстіне газда ерітілген майымызды жағамыз. Оның үстіне шекерімізді, какаомызды, өзіміздің қалауымызша какао, мак сепсеңіздер болады. Енді осы нанымызды видеодағыдай қылып орап аламыз. Нанымызды әбден орап болғаннан кейін, оны осылай қылып бөліктерге бөлеміз. Енді протеинімізді алып, оның үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай кесіп алған нандарымызды осылай қойып шығамыз. Он 15 минутқа жылы жерге қойып, көтерілгенін күтеміз. Қызып тұрған 180 градустық пеште 20-25 минут пісіреміз. Нанымыз піскенше салқын кілегейге творожный сырымызды салып, крем жасап миксерлейміз. Синнабонымыз пісті. Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған кремімізді жағып, жей берулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт сіздердің пайдаларыңызға жараса, төмендегі комментарий деген жерге өз пікірлеріңізді қалдыруды өтінемін. Синнабон булочкасы дайын. Жасап көріп, дәмін көрулеріңізге кеңес беремін. Кремін жасамасаңыздар да өзі дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.